деген тақия, бізде киіп тақия, болайықшы мафия. Қазір ұлттық киімдерді заманауи стильде кию трендте, әсіресе қазақы нақыштағы сәнге жастардың қызығушылығы жоғары. Солардың ішінде тақияның орны ерекше, себеп ол күнделікті тұрмыста да киілген. Қазақта тек ерлердің ғана емес, қыздардың да жеңіл бас киімі саналады. Көріктілердің бастарына тақиямен бақ қонсын, көріктілердің отауында уайым қайғы жоқ болсын. Қазіргі уақытта қазақ қыздарының арасында тақия кию трендке айналып келе жатыр. Бұрынғы заманда бізде 3 жастан бастап үкілі тақия киген болатын. Ал қазіргі уақытта минимализм стилінде осындай тақиялар үйлестіріп киіп жатыр. Жалпы кейбір қыздарда сұрақ болуы мүмкін, бұл тақияны немен киіп үйлестіремін, қайда кием деген қыздарға біз осындай жилеткаларды ұсынатын боламыз. Жыл сайын Наурыз мерекесі қарсаңында әр өңірде ұлттық киімдерді кию сәнге айналады. Ал биыл бас киімдер назардан тыс қалмады. Тарихқа үңілсек, 18 ғасырда сәнге айналған тақияны бұрындары кию міндетті саналмаса да, тұрмысқа шықпаған қыздар киген. Қазақ халқының ата-бабадан қалған салт дәстүр, наным, сенімдері бар. Сондай сенімнің бірі мінеке осындай тақияларды алтын күмістермен безендіру, ою-өрнекпен әсемдеу және үкі тағу. Оның себебі де бар. Елдің көзі қызға емес, мына әшекейлерге түссін дегені. Қазір үкісі бар тақияда, үкісі жоқ тақияда сәнде. Алайда күнделікті өмірде үкісі жоқ тақияны киіп жүрген әлде қайда ыңғайлы емес пе. Сонымен қатар қазір жастардың арасында түрлі металдармен әсемделген осындай тақиялар сәнде екені байқалады. Тақия десе, тақиялы періште фильмі бірден еске түседі. Қанша уақыт өтсе де көрерменін жоғалтпаған фильмнің басты кейіпкері. Кино аяқталғанша тақиясын басынан тастамайды. Сол арқылы фильмді түсірген топ қазақы болмысты көрсете білген. Тұрақ жайым белгілі. Мамамның қойған аты тақиялы періште. Көзіміз үйренгеннен кейін қыздарымыздың ұлттық киімді жаңартып, заманауи стильге лайықтағанына қуандық. Бүрмелі көйлек киіп жүрмесе де, ең кемі осы тақияны насихаттағаны, күнделікті киім-кешектердің қатарына қосуға ұмтылғаны, қазақтығымызды өзге ұлттарға танытуға қосқан үлесі деп білеміз.